Ұйықтағаны қандай сүйкімді. Қараш. Қайта оянса, жылай бастаса, түн ішінде тамақ немесе су сұраса қайтеміз. Балапан қыран не жеуші еді? Келе ғой, жей ғой, ням-ням-ням. Дәмді екен. Жей ғой. Міне, мынаны. Ештеңені ұнатпай тұр. Қарным аш. Әне, ұйықтай ғой. Әне. Бар, ұйықта. Қане, ұйықта. Я, балапан. Жата ғой, балапана. Ай! Su ішем. Su ішкім келеді. Su керек. Әнеки, su! Түс көріп жатыр. Кішкентай балапан. Тағы басталды. Ойна. Қазір емес, Кафи. Қазір ойнайықшы. Тағы. Ұйықтады. Ұйықтады. Тұрайық. Брум. Апа бір көлік келе жатыр. Керемет. Ол өзін көлікпін деп ойлап жүр. Жолға шықпас, Кафи. Ол қауіпті. Қыранның балапаны ма? Алам оны. Менің қарным ашты. Жоқ, Кафи. Оны жеме. Ол шұжық жейді екен. Шұжық жеймекен? Иә, кетчуппен бірге жеп алды. Бұлади, ол шұжық жейді екен. Иә, жеді. Керемет. Жедің бе? Ақылдысың ғой. Ақылды балапан. Шұжық жеймін. Шұжық па? Кішкентай қыран үшін бұл жақсы тамақ. Мен шұжық жегенді ұнатамын. Апа, шұжық берші. Иә, шұжық жеймін. Бір хот-дог беріңізші. Кетчуп қоссын. Төрт хот-дог беріңіз. Біреу өзіме. Кетчуппен. Тағы да мен ғой. Маған 4 хот-дог, 2 сэндвич, 1 чили-дог, 6 нан және 2 салат беріңізші. Рахмет. Кетчуп. Тойдың ба? Иә. Қарның аш емес пе? Апа, сен үнемі жанымда боласың ба? Иә, балапан. Әрқашан жаныңда болам. Қайырлы түн, анашым. Сені жақсы көрем. Қандай қызық. Скаффи болмағанда өмірім мүлде басқа болатын еді. Менің кішкентай сиқыршым. Бір жерің ауырып тұр ма? Жоқ, әншейін. Көліктің суы ғой. Ағып қалды. Жарайды онда.
Қайырлы түн, Скаффи. Әлде, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Сәлем, Плодди. Ояумысың? Тұр. Сәлем, Плодди. Бүгін күн тамаш емес пе? Қане, тұра ғой. Сені көрмегелі көп болды, Плодди. Бәрі дұрыс па? Орнында ма деп тексеріспен келіп қалдық. Скаффи тез оян бұл. Әй, түнде ұйықтамадың ба? Бәрі бір жақындап қалдым. Тұр да қарсы ал бізді. Не? Тез оян. Дотти, Скаффи. Не болды, апа? Дотти, дабыл. Сен де тұр. Тұрыңдар. Тұрыңдар тез. Жарайды. Ана жерге өзі ұшып бара ма? Я, өзім, ұшам. Ол әсте мүмкін емес. Мүмкін етуіміз керек. Бізге констебель келе жатыр. Скаффи ұясында отыру керек. Скаффи, мені тыңда. Ұшу қиын шаруа емес. Ауа қанаттың астына қысымның күшімен жиналады. Солай ғой. Содан соң қанатынды қозғайсың. Жарай ма? Жарайды. Түсіндің бе? Не болды? Шайын десем, Не? қарным ашты. Тамақты сосын шесің, Скаффи. Ал енді ұш. Ал, жақсы. Қанатынды қақ. Тез, жоғары. Ұяға жет. Қане. Жүгір. Ой, Көмектесіп жібер, Дотти. Жарайды, ұстадым. ой, Шағой, Скаффи. Ұш. Шағой. ой, Плодди күзетші. ой. Қайдасың? Бері кел. Болды, енді бәрімізді қуып жібереді. Мені қуып шықпас. Дотти, сен мені кейде түсінбейсің. Олар сені емес, қыранды көргісі келеді. Мен қыран емеспін ғой сонда. Ричард ағай, егер біз мысалы қыран жоғалып қалса, бізді жұмыстан қуа ма? Айтыңызшы. Плодди, бірдеңе болды ма? Бәріңді жұмыстан қуам. Сені, Плодди, Ричард ағайыңмен қоса жұмыстан шығарып жіберем. Тіпті өзімді жұмыстан қуылуы мүмкін. Қаншаға берген уәдемізді орындай алмадық. Сондықтан бәріміз жұмыстан кететін боламыз. Уәдені орындамаған жаман ғой. Констебель, сізге айтар сөзім бар. Айтсам бола ма? Мынаны қара, бүркіт балапан шығарыпты. Керемет. Жоқ, Дотти. Міне қызық. Өте қызық екен. Бір түрлі. Сүйкімсіз балапан екен. Балапандар сүйкімді болушы еді, анасы қайда кеткен? Ұшып кеткен сияқты. Тамақ іздеп жүрген шығар. Кім білсін? Солай балапан не жейді? Шұжық. Жұжық па? Кетчуп! Кешіріңіз. Мұнда бір мәселе туындап, мотор ғой. Кешіріңіз. Полицей, Плодди, саған алғысым шексіз. Сені мақтан тұтамын. Біздің саябақта балапан бар енді. Мұны тез арада ханшаға хабарлайық. Сіз де кетпейсіз бе, Ричард ағай? Не десем екен? Плодди, сен маған не айтын келді? Мен неге тоқтаттың? Жоқ, констебель күтіп қалды дегенім ғой сізді. Анау балапанға қатысты бірдеңе ме, Плодди? Иә, сүйкімді балапан екен. Солай ғой. Жоқ, тоқтат. Қане, Плодди, не болып жатыр? Уайымдайтын ештеңе жоқ. Көңіліме бір күдік болып тұрғаны. Алаң болма. Көңіліңдегі күдік мүлде негізсіз. Жүр, Ричард, қайтайық. Жан-жағыңа қарап жүр. Апа, мені неге шығармай қойдың? Кешір, балапан. Жараңды таңып берем. Алақай, таңып берем дейді.
Дотти, бұл өтірігімізбен алысқа бармаспыз. Неге олай дейсің? Жұрттың назары менде, атың шығып, үйреніп кетермін. Жоқ. Маған Ричард ағамның көмегі қажет. Не дейсің? Қыранды ұрлап кетті ме? Бұл үшін бәріміз жұмыстан қуыламыз. Жоқ. Егер Скаффи ұшуды үйреніп, келесі жолы констебель келген кезде ұясында отырса, ешкім ештеңе білмейді. Брум. Бірақ бұл өтірік қой. Жоқ, қазір құс болып ұшып кетеді. Маған қарашы, апа. Апа дей ме? Иә, енді бұлай жасап көрші. Жоғары. Қанатыңды кеңге жай. Плодди, мен балапанның тәрбиесіне араласқым келмейді. Меніңше анасын ұрлаған адамды тапқаным үшін. Оның анасы менмін. Әрине, мен анасын ұрлаған адамдарды айтам. Плодди, ол құс қой, сен болсаң көліксің. Балапанға шуды көлік емес, анасы үйрету керек. Түсінемісің? Анасы. Бірақ мен оған үйретем деп сөз бердім. Плодди, Брум. келесі жолы констебель келгенде балапан ұяда болмаса, Тез, біз жұмыссыз қаламыз. тез, Қуыламыз тездет. деймін. Тездет. Анасы іздеп табайық. Бірге. Ұш. Қалай Енді түсінбейсің? айнал. Тағы айнал. Тезірек. Ұш енді. Ұш. Ұштың. Плодди, неге Ұштың. түсінбейсің? Жарайсың. Ұштың. Ай. Қуыламыз. Міне, сен де істей аласың көліктің бөлшегі. Апа, мені мазақтап тұр. Тамақты олай көп жегені дұрыс емес. Иә, пайдалы тамаққа көшуі керек. Шұжық пайдалы тамақ қой. Иә, анашым. Чиз-дог берші. Берші, өтінем. Қарным ашты. Чиз-дог. Жақсы. Білмеймін, сұраған осы. Білмеймін, берген осы. Шұжық жегіш балапан. Шұжық жегіш балапан. Скафи, сен бірінші болып келдің. Шұжығыңды қоя тұр. Шұжығыңды қоя тұр. Гамбургерді жеуді қой. Гамбургерді жеуді қой. Жоқ, Скафи, жоқ. Жоқ. Апа, көрдің бе? Мен ұштым. Скафи, жоқ. Тоқта. Ой, Скафи, бәрі дұрыс па? иә, сен жаңа көрдің бе? Мен ұштым. Скафи, Иә, мен саған бұны айтпаған бірақ. не болды? Мен саған ұшуды үйрете алмаймын. Үйрет аласың ғой? Жоқ, Неге олай дейсің? өйткені мен сенің анаң емеспін. Сен менің анам емессің бе? Олай қалжыңдама. Менің апам сенсің Жоқ, ғой. Скафи, мен көлікпін ғой. Иә, мен де көлікпін. Жоқ, сен теңіз қыранысың. Теңіз неменесі? Қыраны, теңіз қыранысың. Сен құссың. Қара, сенің тұмсығың бар.